Қайырлы күн достар, сіздер мен Назерке. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Егер де менің видеоларым ұнаса, лайк басып, міндетті түрде каналға жазылып кетіңіздер. Бүгін сіздермен осындай желінді қалай ыңғайлы етіп қатырудың жолын көрсететін боламын. Видеода барлығы анық көрсетілген. Осылай қатырып қойсаңыздар, қыста тамаққа 1-2 штугын алып сал жергенге өте ыңғайлы. Яғни еш нәрсені кесудің, сындырудың қажеті болмайды. Қандай да бір сұрақтарыңыз туындаса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Все. Ну что, все? А надо было раньше просить. Так я же сразу извинился. Все, уже. Каждого сел. Пожалуй, этого достаточно. Девушка, не плачь, найдешь другого мальчика. Теперь ты видишь эти танцы в каждой второй тачке. Значит, я больше не скучаю, малышка. Давай, удачи. Все. А надо было раньше говорить о том, о сём. А уже все. А надо было раньше говорить о том, о сём. А уже все. А надо было раньше говорить о том, о сём. Үйде қандай формаңыз бар, сол формаға осылай қатырып алсаңыз өте ыңғайлы. Бұл жерде менде петрушка қатырылды, укроп енді өскесін тағы да қатырам. Көк пиязды да барлығын осылай қатырып алсаңыздар болады. Зато қыста өте ыңғайлы. Я кричу тут под гитару, эта песня для нее. Опять ты. А уже все.